өзім таныстырып өтейін. Жамбыл облысы Кеңес Албыр округінің әкімі Роман Талапұлы. Қазақстан Республикасы экологиялық заңнамасына сәйкес Талас ауданы Кеңес Албыр округы әкімі аппараты коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қатты қалдықтар полигонына қоршаған ортаға шығарылатын эмиссия нормативтік жобасын қалдықтарды басқару бағдарлама, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөнінде іс-шаралар жоспары, әсер ету экологиялық рұқсат алуға арналған құжаттардың материалдары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізілуде. Қоғамға ақпарат Магнолия облыстық газетіне және Тараз 24 телеарнасына берілген хабарландырулар арқылы жеткізіледі. Сондай-ақ хабарландыру тақталарында және Жамбыл облыстық террористер басқармасы террористер және пайдалану реттеу басқармасының интернет ресурсында орналастырылады. Қоғам тыңдауларға жергілікті атқарушы органдардың өкілдері мен мүдделі жұртшылық қатысуда. Қоғам тыңдауларды ашық деп жариялаймын. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидалары және тармағына сәйкес залда аудио және бейнежазба жүргізіледі. Қоғамдық тыңдаулар кезінде нақты тұжырымдалмаған қаралатын мәселенің мәнін ашпайтын немесе тыңдау тақырыбына қатысты жоқ ескерілген ұсыныстар есепке алынбайды. Тыңдау барысында және чатта бейәдеп сөздер айтуға қорлау сипатындағы сөздерге жол берілмейді. Баяндама жобасын әзірлеуші Казэкопромстрой жауапкершілігі серіктестігі. Жобаның тапсырыс беруші Талас әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және жолдар бөлімі. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының 21 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар әкімшілік аумақтық бірліктік аумағында өткізіледі және оларды тиісті әкімшілік аумақтық бірлік әкімі аппаратының немесе жергілікті атқарушы органдардың өкілі төрағалық етеді. Қоғамдық тыңдаулардың хатшы тыңдауға қатысушылардың арасынан ашық дауыс беру арқылы қарапайым көпшілік дауыспен сайланады. Хатшы ретінде келесі кандидатураны ұсынылады. Казэкопромстрой серіктестігінің басшысы Амзекулов Алмаз Момынханұлы. Қарсы еместер. Қарсы еместер ме? Ондай болса келесі сөз кезегі Тілеубаев Әділет мырзаға қоғамдық тыңдаулар материалдар бойынша баяндау жасау үшін беріледі. Қайырлы күн, Бөлтірік Шешен ауылының тұрғындары. Бүгінгі біздің жиналысымыз қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының экология рұқсаты 25 жылдың аяғында бітті. Соны біз 26 жылдан 35 жылға дейін созып беруге жобаларды әзірледік, жұмыстарды атқарып жатырмыз. Нысан бойынша жалпы ақпарат қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны Жамбыл облысы Талас ауданы Бөлтірік Шешен ауылы Кеңес ауылдық округі аумағында орналасқан. Полигонның жалпы ауданы 2 гектарды құрайды. Жобаға сәйкес қызмет көрсетілетін халық саны 1778 адам. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигонның солтүстік бағытында 1000 метр қашықтықта Бөлтірік Шешен ауылы орналасқан. Ақкөл Саудакент бағытындағы автомобиль жолы өтеді ауылдың бойында. Полигонның орналасуы санитарлық экологиялық талаптарға сәйкес келіп, тұрғын аймақтардан қауіпсіз ара қашықтықта орналасқан. Кәсіпорын қызметінің қысқаша сипаттамасы. Аумақты шаруашылықта пайдаланудың негізгі бағыты қатты тұрмыстық қалдықтарды жинақтау, оқшаулау және залалсыздандыру болып табылады. Полигон қызметі атмосфералық ауаның, топырақтың, жер үсті және жер асты суларының ластануын болдырмауға, сондай-ақ кеміргештердің, жәндіктердің және ауру тудыратын микроағзалардың таралуынан алдын алуға бағытталған. Полигонда қоқыс тасымалдайтын автокөліктердің үздіксіз түсірілуі қамтамасыз етіледі. Полигонға келіп түскен қоқыс тасымалдаушы көліктер жұмыс картасының жанында түсіріледі. Қоқыс түсіру алаңы 2 бөлікке бөлінеді. Бір бөлігінде қоқыс тасымалдайтын көліктер жұмыс істесе, екінші бөлігінде бульдозер мен каток жұмыс атқарады. Түсіру алаңында көліктердің орналасуы әрбір көліктің кедергісіз кіріп шығуын қамтамасыз етеді. Жобаға сәйкес кәсіпорынның санитарлық қорғау аймағы 1000 метр деп есептелген. Көгалдандыру шаралары қарастырылған. Ықтимал атмосфералық әсерлер. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигонында барлығы 5 атмосфераны ластаушы көздері бар. Оның ішінде біреуі ұйымдастырылған және 4-і ұйымдастырылмаған көздер болып табылады.
Ластаушы заттардың шығарындылары 12 зиянды заттан тұрады. Нормативтік шартты шығарындылар жобасына сәйкес, жалпы шығарындылар көлемі жылына 4,42 тоннаны құрайды. Оның ішінде қатты заттары 1,268 тонна, газ тәрізді және сұйық заттары 2,773 тоннаны құрайды. Алдағы жылдарға болжамды шығарындылар көлемі 2027 жылдан бастап 2035 жылы 4,274 тоннадан аспайды. Жобаға сәйкес біз қалдықтарды басқару бағдарламасы әзірленді. Полигонға түсірілетін қалдықтар түрлері ол қатты тұрмыстық қалдықтар және күл қалдықтары. Барлығы жылына 2026 жылы 429,74 тоннаны құрайды. 2027 жылы 434,101 тоннаны құрайды. 2028 жылы 438,132 тоннаны құрайды. 2029 жылы 442,167 тоннаны құрайды. 2030 жылы 447,107 тоннаны құрайды. 2031 жылы 451,151 тоннаны құрайды. 2032 жылы 456 тоннаны құрайды. 2033 жылы 460,153 тоннаны құрайды. 2034 жылы 465,111 тоннаны құрайды. 2035 жылы 469,173 тоннаны құрайды. Бұл жерде бізде қалдықтардың өсуі жылдан халықтың өсуіне байланысты есептелген. Бізде қоршаған ортаны қорғау іс-шаралар жоспары әзірленген. Бұл жерде негізгі іс-шаралар қоршаған ортаға әсер ету мониторингін тұрақты 90 сайын жүргізіп тұру, көшеттер отырғызу және күтіп баптау арқылы аумақты абаттандыру және көгалдандыру жұмыстары. Жабдықтар мен құралдардың жөндеу кезінде жанар-жағармайдың төгілуіне жол бермеу, экологиялық ағарту және насихаттау жұмыстарын жүргізу, табиғатты қорғау акциялары, жарыстарға және сенбіліктерге қатысу жұмыстары. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз бар болса, полигон бойынша қойсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ, осында бұған талқылауды қорытындылайық. 26 жылға арналған қоршаған ортаға эмиссияларды экологиялық рұқсат алу бойынша жобалық құжаттамаға қатысты ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өтті деп есептеймін. Қоғамдық тыңдаулардың нәтижелері бойынша хаттама жасалып, ол қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі жөнінде ұлттық деректер базасы платформасы орналастыратын болады. Назарларыңызға рахмет.